Жұбайлар шаттығы Мұхаммед Ахмад Канған. Жүктілік және босану. Нәресте туылғаннан кейінгі әдептер. Сәби дүниеге келгеннен кейін жасалуы сүннет амалдар көп. Олардың негізгілері мынау. Сүйінші сұрап құттықтау, себебі бұл мұсылманды қуантатын іс. Перзентті болған яки әйелі босанған кісінің сүйіншісі беруі сүннет. Аллах тағала: Закария, арасында сені бұл ұл арқылы қуантамыз. Есімі Яхия, бұрын оған ешкімді аттас қылмаған едік деген. Аллах Ибрахимде алейхиссалам бастапқыда бір ұлмен қуантқан. Бұл жайында Құран кәрімде оны өте мүләйім бір ұлмен қуанттық делін. Яғни бұл жолы Исмағил алейхиссалам дүниеге келеді. Сонан соң бірер жылдан кейін Ибрахимнің алейхиссалам ұлы Исхақ алейхиссалам туылады. Бұл жөнінде Құранда Ибрахимнің әйелін Исхақ және артынан Яқубпен қуандырдық деп баяндалады. Перзентті болған адамды көргенде бір кісі шабандоз құтты болсын деген екен. Хасан әл-Басри оған атқа шабарын немесе есек мінерін қайдан білдің депті. Әлгі адам: қалай дегеніміз дұрыс дейді. Сонда Хасан: Аллахтың саған берген сыйы берекелі болсын. Бұл сыйды берген сыйлаушыға шүкірлік ет. Аллах саған оның балиғатқа жетіп жақсылықтарын көруді нәсіп етсін деп айт деген екен. Сәбидің құлағына алғашқы естілетін сөз Аллахтың зікірі болу үшін сәби туған сәтте оң құлағына азан, сол құлағына қамат айтылуы керек. Әкесі немесе бір игі адамның құрманы шайнап, онымен сәбидің таңдайын сылауы сүннет амалына жатады. Өйткені пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам сахабалардың балаларының бірнешеуіне осылай жасаған. Бұл жайлы Әл-Бұхари мен Муслимнен және басқа да ғұламалардан риуаят етілген хадистерде баяндалады. Әбу Бәкір әс-Сыдықтың қызы әрі Абдуллах ибн Зубайрдың әйелі Асма Меккеден көтерген баласын хижраттан кейін Мәдинадағы Құба деген жерде босанады. Баланы Аллах елшісіне Алланың игілігі мен сәлемі болсын алып келгенде, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам алдына алып оның аузына шайнаған құрмасын жағады. Яғни сәбидің ішіне кірген алғашқы ауқата пайғамбарымыздың Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам сілекейі болды. Сосын құрманы сәбидің қызыл иегіне жағып оған береке тілейді. Ол мұхажирлер үшін Мәдинада алғаш туылған әрі оларды ерекше қуанышқа бөлеген сәби. Өйткені оларға мүшриктер, яһудилер сендерді сиқырлап тастады, енді бала көрмейсің дейтін еді. Туылған балаға арнап оның атынан ақиқа сою, яғни қой сою ләзім. Бұл көптеген ғұламаның айтуы бойынша сүннет саналады. Салман ибн Амирден, Аллах оған разы болсын, Аллах елшісі Алланың игілігі мен сәлемі болсын, бала туылғанда ақиқа жасап қан шығарыңдар, қой сойыңдар және оның шашын алыңдар деді деген. Ал келесі бір хадисте әрбір бала ақиқасымен кепілдікте тұрады. Оны 7-ші күні сойып сәбидің есімі қойылады және шашы алынады делінген. Яғни адам баласы ақиқа шалумен дүние есігін ашқаннан бастап қасында болатын шайтанның кепілдігінен босайды. Аллах елшісі Алланың игілігі мен сәлемі болсын, тағы да ұл балаға арнап 2 қой, қыз балаға 1 қой сойылады деген. Себебі яһудилер ұл балаға ақиқа шалып, қыз балаға шалмайтында, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам оларға ұқсамас үшін ұл балаға арнап 2, қыз балаға 1 қой шалуды бұйырған. Ал ғұламалардың кейбірі ұлға да қызға да 1 қой сою жеткілікті деген пікірді айтады. Бала туылған күннен бастап 7 күн ішінде оған ат қою керек. Әлбетте бұл жақсы есім болу қажет. Ат қоюды 7 күннен кешіктіру абзал істі орындамағандық болып табылады. Анас ибн Малик, Аллах оған разы болсын, Аллах елшісі Алланың игілігі мен сәлемі болсын, бүгін түнде ұлды болып, оны атам Ибрахимнің есімімен атадым деді деген. Пайғамбарымыздың Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бұл ұлы әйелдерінен емес, ислам дінін қабылдаған Мария есімді көңінен болатын. Абдуллах ибн Омар, Аллах әкесіне разы болсын. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Аллахқа ұнамды есімдердің ең көркемі Абдуллах, Абдуррахман деді деген. Келесі бір риуаяттың
оның балаларыңды пайғамбарлардың есімдерімен атаңдар деген айтылған. Сүндетке отырғызу баланы сүндетке ертерек отырғызған абзал, ал көпке дейін кешіктіру мәкрух. Толғағы жеткен әйелді кімнің босандырғаны дұрыс? Ертеректе барлық халықтарда да толғағы басылған әйелге көмектесіп босандырып алатын кіндік шешелер болған. Демек, кіндік шеше дегеніміз әйелді босандыратын маман. Әйелдердің осындай кіндік шешелердің қолында босану ежелден бергі ғұрып. Кіндік шешелердің міндеттерін қазіргі кезде гинеколог дәрігерлер алмастырған. Тіпті қазіргі уақыттарда еркек дәрігерлер де әйелдерді босандырады. Әйелдердің көпшілігі еркек дәрігерлердің қолында емделуге, босануға ұялмайтын болды. Ал бұған қатысты шариғат үкімдері қандай? Жалпы аталмыш іске орай әйелге, дәрігерге немесе қоғамға төніп тұрған қандай зияны бар? Бұл сұрақтарға мүмкіндігінше анық әрі кесімді жауап беруге тырысамыз. Өйткені бұл заманымыздағы өзекті мәселелердің бірі. Шариғат бойынша әйелдің беті мен екі қолынан басқа жерінің барлығы әурет, ұятты орын саналатыны белгілі. Әйелдің денесін көруге өз күйеуінен өзге еркектердің барлығына тыйым салынған. Тек күйеуі ғана әйелінің бүкіл денесіне қарай алады. Тіпті туыстарына да бұл рұқсат етілмеген. Әйел адам сол жан ұяның қызы болсын, анасы болсын, үй ішіндегі еркек кіндіктілерге арқасын, қарнын немесе санын көрсетуге болмайды. Бірақ әйелдерге үй ішіндегі махрам туыстарының алдында орамалсыз қолдары мен мойындарын жаппай жүре беруінде болады. Қазіргі таңда дәрігерлердің көбі ер адамдар. Бірақ мұсылман әйелдерге Аллахтан жеңілдігін сұрап, мүмкіндігінше әйел дәрігерлерге қаралғаны абзал. Ал әйел дәрігер бола тұра өзге еркекке денесінің әурет жерлерін көрсеткен дұрыс емес. Дегенмен оташы дәрігерлердің көпшілігі ерлер болады. Мұндай мәжбүрлі жағдайларда еркек дәрігер дененің ота жасалатын жерінен басқасын жауып қоюы керек. Науқастың абыройын сақтау оған аманат. Жалпы амалсыз жағдайлардан басқа кезде бұлай жасау әрине әбестік. Мәселен, еркек гинекологке алғаш рет келген әйелдің сезіміне тоқталайық. Гинеколог алдымен арнайы бөлмеге кіріп киімін шешуді, аяқтарын креслоның тіреуішіне қойып керіп жатуын талап етеді. Яғни ұятты жерлердің барлығын ап-анық көрініп тұрады. Күйеуінен өзгенің алдында ешқашан жалаңаштан көрмеген әйел аяқтарын көтеріп жатқанда қандай көңіл-күйде болмақ? Қысылып ұялғанына қарамай ол мұндайды жасауға мәжбүр. Өйткені біріншіден жұрттың бәрі осылай жасап жатыр, екіншіден ол дәрігер. Қоғамда қалыптасқан түсінік бойынша дәрігерден ұялу әбестік. Сондықтан осылай екі рет көрінгеннен кейін әйелдің беті ашылып, тіпті өзі жайбарақат киімдерін шешіп, креслоға аяқтарын көтеріп, серіп жататын жағдайға жетеді. Бұл қоғам санасында қалыптасқан емі жоқ психологиялық дерттің қалыптасуына әкеледі. Негізінде әйелдің шарасыз жағдайдан басқа кездерде еркек дәрігерге барып қаралуы харам. Перзентханаларда көптеген әйел дәрігер бар. Сондай әйел дәрігерлер болса да еркек дәрігердің алдында шешіну анайы тірлік емес пе? Біріншіден, шариғат үкімі бойынша еркекке жарынан өзге әйелдің әуретіне қарау харам етілген. Сондықтан гинеколог болғанына қарамай, бірде-бір еркек әйелдің санын, қарнын, жыныс мүшесін, тағы да басқа жерлерін көруге рұқсат етілмеген. Егер босандыратын әйел дәрігер табылмаған жағдайда амалсыз еркектің көмегіне жүгінуге тура келеді. Бірақ міндетті түрде әйелдің қарауға қажеті болмаған жерлерін жауып қою керек. Екіншіден, толғағы жетіп қиналып тұрған әйел бөгде еркектің алдында шешіну қажеттігін түсінгенімен бұл әйелдің психологиясына дұрыс әсер бермейді. Осының салдарынан ана толғағы әлсіреп, дәрігерлер іштегі баланы ана жатырын операциялық жолмен жару арқылы ғана алуға мәжбүр болуы мүмкін. Мұндай жағдай көбінесе алғаш босанып жатқан жас әйелдерде кездесетіні осы сөзіміздің айғағы. Бақылаушы мен босандырушы, сондай-ақ нәрестелер дәрігерлердің барлығы да әйелдерден болып, босанушы жас анаға жағдайдың барлығын асықпай, қорқытпай түсіндіріп, психологиялық көмек бергенде босандыру сәтінің сәтті өтетіні анық. Бұрынғы кездерде әйелдер ауруханаға немесе дәрігерге бармастан ақ оқымаған кіндік шешелердің қолында босанатын. Осыған қарамастан босану уақытында әйел қиналыпты деген сөз ерте сирек естілетін. Бұл жай жоғарыда аталған себептерге өзгеше жағдай жасағанда, тәжірибелі кіндік шешеге босанушы ананың табиғи босану сәтін күтіп, асықпай сасқалақтамай босандыруына байланысты болады. Еркекте босандырушы кіндік шеше толғатып жатқан әйелдің үстін матамен жауып қойып, матаның астынан қолын кіргізіп босандыратын. Ал әйелдің жүйкесіне әсер ететіндіктен күйеуінің кіруіне, тіпті алыстан қарап тұруына да рұқсат етілмейтін. Мәселен, кейбір хайуандардың өзі де басқа бір хайуан қарап тұрса төлін туа алмай қиналады екен. Сондықтан мал иесі ол хайуанды басқа қораға апарады. Егер хайуан екеш хайуанның да санасында болатын жаймен салыстырсақ, онда санасы бар адам баласының жағдайы не болмақ? Үшіншіден, еркек гинеколог дәрігерлердің мына жайларды ескергені жөн. Әйелді емдеу барысында бүкіл сақтық шараларын қолдану, әйелмен жалғыз қалмау,
денесінің қажет орнынан басқа жеріне қарамау, қашанда қасында мейірбике немесе көмекші әйел адамды болдыру, әйелдерді дұрыс жолға бағыттау, босандыру жұмыстарын атқарулары үшін әйел дәрігерлер мен мейірбикелерге кеңінен мүмкіндік беру, зәру жағдайда ғана болмаса денесі жауға шыққан әйелдің қасында тұрып кеңес беру, Аллахтан қорқуды қашанда назарда ұстау.